Afiyet baiklah, metimen sanggup muslimin datang Türkiye. Min malam alayım kapalıdır. Al balam, бүгін екеуміз зертханалық жұмыс жасайық, иә? Мына жерде ненің суретін көріп тұрсың, бала? Алақаны. Біз қолымызды жумасақ, алақанымызда не болады, бала? Микробтар. Сондықтан біз қолымызды үнемі жуып жүруіміз керек, иә? Қай кезде жуамыз қолымызды, айтшы, балам? Дәретханадан келетін. Сосын? Даладан келетін жуамыз. Қолымызды немен жуамыз? Сабынмен. Иә, сабынмен үнемі жуамыз, иә? Енді екеуміз қазір бір зертханалық жұмыс жасайық. Мынау ыдысқа. Мынау ненің суреті дедік? Алақаны. Иә, алақанның суреті суға саламыз. Ненің суретін көріп тұрсың, балам? Қараш, алақанымызда не пайда болды біздің? Микробтар. Микробтар пайда болды. Сол микроб біздің ағзамызға түссе, біз не істеп қаламыз? Ауырып қаламыз. Мына микробтарды біз үнемі енді жуып жүруіміз керек, е? Зертханалық жұмысымызды бастайық. Бұнда да ненің сурет тұр, балам? Алақаны. Алақанның суреті тұр. Бұған шамалы су құямыз, е? Кәне, сен құйшы, балам. Ақырын мына құямыз. Құямыз. Енді бұған аздап қазір нелер пайда болатынын қараймыз, е? Нелер пайда болды, балам, қараш? Микробтар. Микробтар пайда болды. Ол микробты біз немен кетіреміз? Сабынмен. Кәнекей, сабынды алып көрейік. Енді сабынды кәнекей алақанға тигізейік. Сабындар не істеді, балам? Сабындар не істеп жатыр? Микробтар не істеп жатыр сабыннан? Қашып жатыр, иә? О, молодец. Енді біз сабынмен қолымызды үнемі жуып жүреміз, е? Ненің суреті тұр, балам? Алақаны. Ал ішіндегілер не пәле мынау? Микробтар. Біз микробтарды көреміз. Ұстай бұл, балам. Мынау не, балам? Микробты немен жуамыз біз? Сабынмен. Сабынмен жуамыз. Кәне, сабынмен сықылаймыз екеуге. Сықыла микробтарды. Кетіп жатыр ма микробтар? Кәне, сабынның мына жағымен жуып көрейік, е? Мінекей. Сабынмен біз көбірек қоймыз керек, е? Сабынмен қолымызды көпіртеміз, е? Сосын қаттырақ сықылаймыз. Сол кезінде біздің қолымызда микробтар не істеп кетеді? Қашып кетеді. Кәне, сықылайық ол сабынмен. Мына жағынан сықылау. О, сөйтіп көпір. Мына жағынан. Сықылаймыз қатты. Кәне, сен микробтарын кетті ма? Микробтар қаттырақ кету үшін сабынмен біз көпіртіп жууымыз керек, е? Енді қараш, алақанымыз қандай болды? Таза, әппақ болды, е? Енді қолымызды үнемі жуамыз ба? Қолымызды үнемі не істеп отырамыз енді? Жуып? Қай кезде жуамыз? Дәретханадан келген. Даладан келген. Қолымызды немен жуамыз? Сабынмен.
Енді алақанымызды үнемі таза ұстауымыз керек. Егер біз таза ұстамасақ, микробтар не істейді біздің ішімізге? Ішімізге микробтар кіріп кетеді. сосын біз не істеп қаламыз? Аламын. Сондықтан енді қолымызды таза. Молодец. Осымен біздің зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.